Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Алмасбек. Өздеріңіз білесіздер, осы мал шаруашылығымен айналысқалы маған 17 жыл болыпты. Осы орайда маған көп адамдар звондайды, сұрайды, ақылдасады: Алмасбек, малды қайдан аламыз, қалай аламыз, қай жерден аламыз, қандай бағамен аламыз, қандай тұқым аламыз деп. Соның барлығына шынымды айтсам кейбіреуісіне көптеріне жауап беріп үлгермеймін де. Негізі базардан мал алуға болмайды. Неге? Өйткені базарға ауру малды алып барады. Оны сатып құтылу үшін. Енді ода тұрған не бар? Пенде ғой. Сондай ауру малдар барады, сондай малдың барлығын жиналған жерінде сондай ауруды жұқтырып, сол мал ауруды қораға алып келеді. Сондықтан базардан сатып алған малды байқап, денсаулығын тексеріп алған дұрыс. Тіпті сау мал барып тұрып, базардан ауру болып қайтады. Сондықтан бұл эпизодиялық жағдай. Мал сатып алғанда барлығымыз мал базарды бір жеті тосамыз. Ол дегеніміз тек қана жексенбі күні мал базар аудан орталығында немесе басқа жерде. Осы орайда осы мәселені шешу үшін мен командамен бірге жаңағы мал базар деген жоба ұйымдастырдық. Мал базар онлайн порталында сіздер малды қай жерде, қаншадан, қандай бағамен екенін барлығын біліп отырасыздар. Сондықтан мал базар жобасымен танысыңыздар. Play Market'тан орнатып алыңыздар. Мал базарды күнделікті онлайн 24 сағат 24-7 көріп отырыңыздар. Сондықтан сіздер үшін жасалған жоба мал базар порталы. Рахмет.